Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz oldindagi video ko'ramizmi? Video albatta qalay jasaydi degan sizlarga men aytib o'tdim. Kelesi bölümde men video qalay fotoga men oldindagi videoga istetib Sonra hozir YouTube'dagi bir ataqlı YouTuber bo'ladi, so videoni ko'rayotgan basna adimi deb turadi. Сол сияқты істейтін боламыз. Ол үшін сіздерге творческий студия керек. Творческая студия деп жазсаңыздар, Play Market'тен суреті шығады, соны жүктеп аласыздар. Оңай. Кіресіздер, и потом болды сіздің YouTube каналыңыз бірден кіреді. Ана жұман жазып, ана мына істемейсіз, міне. Мен уже менде 27 подписчик, барлықтарыңызға рахмет, тіркеліп жатқандарыңызға. Міне уже мен видеоларын бәрін солай істеймін, қазір көрсетем. Ең әуелі сіздерде қараңыз, осылай тұру керек, кіресіздер. Міне, мына жерде видеолар тұрады. Ещені басып, сіздер қойылмаған видеоны танисыз. Мысалы, менде барлығын қойған, бірақ сонда көрсетем. Міне, яркий за 1990 Pro деп көрейікші. Міне, 3 адам көріпті, жаңа ғана салған, 3 адам көрген ғой, елки-палки. Міне, осы жерге кіресіздер. Нені басасыздар, қаламсапты. Сосын тағы да қаламсапты. И потом мына жерде сіздер изменитті басасыздар. Астта тұрған бағана изменитті басасыз. Сосын мына жерде потом танисыздар. Мен бағанағы промо дегенді қайтып қоямын. Кірген кезде бөврат деп тұрады мына жоғарыда. Соны басасыздар. Достар, кешіріңіздер, мен бағана тоқтатқан себебім міне. Содан соң бағанағыны басқан соң мына жерде сохранить деп тұрады. Сохранить деп. Осыны басасыздар, міне. Сол кезде яркий за 1990-ды қойдым. Сосын басасыздар, изменить сохранение деп астында. Сосын шығып YouTube каналдарыңызды қарайсыздар. Уже менде 3 адам көрген, 3 адам. Бірақ бұл бастамасы ол кейін деген болған қаншама адамды қарайды. Бұл тарихы қазір барлығы іздеп жатыр, қалай істейді анау міне мой каналға кіріп қарайсыздар. Міне бағанағы салған фотом тұр міне. Міне осылай істейсіздер бәрі міне оңай. Менде қаншама қума. Так, болды. Осылай жасайсыздар. Оңай достар. Ана творческая студия деген правильно жазып кіресіздер, и потом бағанағыдай істейсіздер, болды. Дәл осылай шығады. Алдында қалай бұлай істейін десең, мен алдында видеом бар. Менің каналға кіріп, қалай обложка жасау болады деп тұрады, бір видео. Соны көріп, осылай көресіздер. Қалай жасау керек. Енді келесі бөлімде қалай интро жасайтын туралы айтамын, достар. Лайк басып, канал жазып кетейік. Келесі интроны қалай жасайды деген туралы шығарам. И потом ең алғашқы 10 адамға интро өзім жасап берем. Тегін жасап берем. Достар, сол үшін лайк басып, канал жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға жіберіңіздер. Сау саламат тұрыңыздар.